Қадірлі әкетайым, мен туыларда Құдайдан амандығымды тілеп, қуаныш пен уайым аралас мың бір түрлі күй кешкеніңіз есіңізде ме? Анашымның мейірімге толы құшағында аман есен туылғанымды естігенде қандай күй кештіңіз екен? Дүниеге атымды жалғастырар ұл келді, азамат келді деп мәре-сәре қуанған боларсыз. Ол кезде сіз қынаптан суырылған қылыштай қылшылдаған жас едіңіз. Енді міне 80-нің сеңгіріне келіп, дүрбелең мына дүниеге баба қыранның көзімен қарап тұғырдап отырсыз. Алатаудың басында етегінде ақ қырау шалыпты. 5 ұл, 5 қызды дүниеге әкеліп, бүгінгі күнге жеткіздіңіз. Ақ қар, көк мұз демей, шаршадым, шалдықтым демей, тапқаныңызды аузымызға ұсындыңыз. Балалықпен жылай қалсақ, жылама балам, жылама, көкесінің ақұдай баласы жылайым екен деп, талай рет арқамыздан қаққанымыз бүгінгідей көз алдымызда. Әлімізге қарамай, кейде сіздің ісіңізге жағаласып, мынаны бүйтпейсіз бе, ананы үйтпейсіз бе деп, өзімізше ақыл сынатымызды қайтесіз. Сол кезде талай рет көкесінің домсаветі деп еркелеткен сөздеріңіз дәл бүгінгідей санамызда сайрап жатыр. Әкетай, жастайымыздан аузымыздан ақмай ағызып, бүлдемен бүлдеге орамасаңыз да, өліп кетсең өтірік айтпа, уәдені бұзба, біреудің ақысын жеме, көкті жұлма, ақты төкпе деп әкелік тәрбиеңізді өз өміріңізбен үлгерттіңіз. Енді бүгін сіздердің қадірлеріңізді өзіміз балалы болғанда жақсырақ түйсініп отырмыз. Шеттей балашаға асырау оңай емес екенін, жақсы адам жасау үшін бір адам бір адамға өмірін сыйлауы керектігін қазір ұғынып отырғандаймыз. Жаным әкетайым, Алланың разылығы әкенің разылығында сақталған сыр емес пе? Біздің арманымыз сіздің разылығыңызды алу. Білместікпен түх деп кейігеніміз болса, кел дегеніңізде кешігіп қалсақ, аппақ қардай әкеліп көңіліңізге қылдай дақ түсірген болсақ, ол қыздарыңызды ғафу еткейсіз. Жас кезіңізде қалың бейнет көріп келсеңіз, бұдан бұлай өсірген перзенттеріңіздің, немере шөбіре шөпшектеріңіздің қызығын көріңіз. Солардың әрбір басқан қадамдарына мәз болып, ортамызда қуанып жүре беріңіз. Жасыңыз 100-ден ассын. Асқар таудағы ұлы тұғырыңыздан таймаңыз. Алла тағалам екі дүниеде өзіңізге жақсылығын бұйыртсын. Мен сізді жақсы көремін. Әке. Айналайын алтын балам, Әбу Бәкірім. Сен бүгін ат жалын тартып мінген азамат болдың. Ақылыңа ақыл қосып, естияр жігіт болдың. Жұртқа бала болып көрінсең де, маған нардай тұлғасың. Енді сен мұны өмірдің ирелеңі мен дүрбелеңі көп жолына түсесің. Бұл жалғанда еш уақытта құлама. Құласаң да жылама. Сабақтарыңды жақсы оқы. Абай, Ыбырай, Шәкәрімнің асыл сөздерін жатта. Заттарыңа құпты бол. Атанаң берген тиындарды босқа шаша берме. Таңнан кешке дейін телефон ойнап, ауру баланың күйін кешіп жүрме. Далаға шығып жұмыс жаса, аға әпкеңе көмектес. Бір ауық күрек кетпен ұста. Еңбек тәніңді шынықтырар, оқу жаныңды шынықтырар. Жаны мен тәні мықты жігіт қана келешекте еліне пана болады. Осыны ұмытпа. Жарай ма? Әбу Бәкір балам, сен білесің бе? Атаң мен апаңның, әкең мен анаңның бір арманы бар. Ол сенің саялы бәйтеректей халқыңа пайдалы һәм қадірлі азамат болып өскенің. Ертең сен ғылым іздеп білімді боласың. Еңбек етіп мал табасың.
шекпен киіп қызмет те едерсің. Алайда абыройың аспанмен бірдей болса да, қалың еліңнен биікпін деп айтпағайсың. Жарай ма? Атқа мінгенде үзеңгілес жолдастарыңды ұмытпа. Қолыңдағы қос тізгін бір шылбырды жатқа ұстатпа. Қанша қиналсаң да басыңнан сөз асырып, намысыңа кір жуытпа. Қайда жүрсең де үлкенді сыйла, ата-анаңды қадірле. Ассалаумағалейкум ата, армысыз апа деп кездескен жұрттан сәлеміңді аяма. Аға әпкең жұмсаса, орныңнан ұшып тұр. Анаң мен әкең шақырса, жүгіріп бар. Атаң мен апаң бері кел десе, желдей ұйтқып, құстай ұшып жетті. Қарағым Әбу Бәкір, сен мұсылмансың. Алланың құлы, Мұхаммед пайғамбардың үмбетісің. Соны ұмытпа. Мұсылман адам таза жүреді. Беті қолын күніне 5 рет жуады. Еш уақытта өтірік айтпайды. Адамдарды алдамайды. Біреудің затын ұрламайды. Біреудің үйіне тас лақтырмайды. Шырағым Әбу Бәкір, сен қазақ деген ұлы халықтың баласысың. Сенің ұятың көп болуға тиіс. Обал, сауап дегенді үйрен. Жарай ма? Сен туылғанда құлағыңа азан шақырып, Әбу Бәкір деп ат қойдық. Атыңа затың сай болсын. Әбу Бәкірдей турашыл, дана және күшті азамат бол. Осы айтылғандарды ұмытпасаң, еш қашан жаман болмайсың. Жүрген жолың даңғыл болады, 4 қолаң тең болады. Солай болуына тілекшімін қарағым.